Өтірік өлең деген қай өлең немесе балаға өтірік өлең құрастыр деу сабақтың уақытын жеу. Ертеде өлеңді деген екен тақпақ. Өлеңдер болыпты сырты насихат, іші терең ақиқат. Бүгінгі өтірік өлең дегеніміз тек сыртқы пішін, ендеше білуге ұмтылайық сөздің ішін деп тақпақтатып бастайтын әңгімем өтірік өлең жайлы болмақ. Өлеңді дәл осы жерде тақпақ деп ұйқас үшін қолданбадым. Ерте заманда өлеңге тақпақ деген дерек тақ-мұқ, тақ-шут түрінде көне жазбаларда кездеседі. Қазіргі кезде ақындарға пәлен деген тақпақ жазған ақын деп айтсақ, өлеңімді тақпақ деп кемсітті деп қабылдайды. Яғни уақыт өте келе тақпақ деген сөздің қолдану аясы кішірейіп, мағынасында өзгеріс болған. Өлеңге бір замандар тақпақ дегені секілді, бұрын өтірік өлеңдерде өтірік өлең деп аталмаған. Бұл жайлы әңгімемізді соңына қалдырып, бастауыш сынып оқулықтарындағы өтірік өлең мәтінінің берілуі және олардың балаға қалай түсіндіріліп жүргені жайына келейін. Әдебиеттік оқу 2-ші сыныпта балаға мынадай бір тапсырма берілген екен. Суретке қарап өтірік өлең құрастырып көр. Кейде балаларға берілген тапсырманы орындап көретін әдетім бар. Бұл тапсырманы филолог, қазақ тілі маманы ретінде былай деп орындап беремін. Міндім де қара қоңыз аяңдадым, болдыртып аяңменен қоян алдым. Япырмай сол қоянның семізін ай, көтеріп қоңызыма қоя алмадым десем, мұны мүлде өтірік болады. Сізге айтып берген мәтінім көшірме болады. Шындығында бұл өлеңнің мәтінін 1940 жылғы оқу кітабынан көшіріп алдым. Оқулық жазғандар бұл өтірік өлең құрастыру үшін қойған көрнекілік суретті 1940 жылғы оқу кітабының 9-шы бетіндегі өтірік өлең мәтіні бойынша салып, ал мәтін құрастыруды балалардан талап етуді жаңартылған білім мазмұнындағы жаңа технологияны қолданғандар болса керек. Өйткені жаңа технологиялық бойынша мәтін берілмейді, тек мәтінді балалар өздері құрастыру керек. 1940 жылғы оқулықта қазіргі супермендер туралы хикаяның өлең түрі берілген. Тек біз уақыт өте келе өтірік өлеңдердің супермендер туралы өлең екенін ұмытып, қандай өлең екенін өзімізде түсіне алмай, бүгінде көненің көзінде көшіріп оқулыққа қойғанымен балаға да түсіндіре алмаған жай бар. Әйтпесе нағыз қазақ супермендері өтірік өлеңдерде жүр. 1940 жылғы оқу кітабындағы өтірік өлеңнің толық мәтіні. Міндімде қара қоңыз аяңдадым, болдыртып аяңменен қоян алдым. Япырмай сол қоянның семізін ай, көтеріп қоңызыма қоя алмадым. Айдадым жылқы қылып 30 түлкі, борсықты ұстап мінсең аттың мүлкі, ішінде шаршы топтың жығып кетіп, қылдың ғой ойбай қарсақ мені күлкі. Беріпті бақа қызын көбелекке, жүріпті қарашыбын жеңгелікке, бір туын құмырсқаның ұстап сойып, той қылып ат шаптырып төңірекке. Бастауыш сынып оқулықтарына әдеби мәтіндер белгілі бір мақсатпен қойылады. Әдеби мәтін оқулыққа қойылғанда білімдік, баланың сөздік қорын дамыту, қазақ тілінде сөйлеуге үйрету үшін я танымдық немесе тәрбиелік мақсат көздеп, баланың жас ерекшелігі, дүние танымы, қызығушылығы, сөздік қоры секілді ерекшеліктер ескеріледі. Сонда ғана әдеби мәтіндерді оқытудың бір пайдасы болады. Мысалы, әдебиеттік оқу 2-ші сыныпта 62-ші бетте берілген өтірік өлеңдегі бетеге қонаққа сойып бердім, жарты етін ауып қалып, соғымға сойған, бүйрек май деген ұғымдар бала түсінігіне қиын, өмір тәжірибелерінде кездеспеген, сөздік қорларында жоқ, күнделікті бәлкім одан кейінгі жақын болашақта қолдана қоймайтын, баланың ешқандай қызығушылығын тудырмайтын дүниелер. Сабақ кезінде өлеңнің мағынасынан бұрын осы ұғымдарды ашып түсіндіруге тура келеді. Сабақтың әрбір минуты санаулы болатыны белгілі. Сабақтағы негізгі білімді үйреткенше осы ұғымдарды ашып түсіндіруге уақыт кетеді, және ең бастысы балалардың негізгі білімді алуға деген зейіндері шашырайды. Сұрақтарға қарап көрейік. Бірінші оқушы қандай өтірік өлең айтты? Қара сөзбен әңгімеле. Екінші оқушы өтірік өлеңді жаттап ал. Өтірік өлең мәтінін талдап түсіндіру үшін қойылған бірінші оқушы қандай өтірік өлең айтты? Екінші оқушы ше деген сұрақтар мәтіні бала түсінуін түсінбегені жайлы емес, 100 жылдық соғыс қанша жылға созылды деген логикамен дайындалған. Әдебиеттік оқу 2-ші сынып 62-ші беттегі өтірік өлең мәтіні бойынша сұралған тағы бір сұрақ мынадай. Мәтін неге өтірік жаңылтпашқа жатады деп ойлайсың? Мәтіннің неге өтірік жаңылтпашқа жататын өлшемін бастауыш баласы біле алмайды. Себебі осыған дейін шын жаңылтпаш, өтірік жаңылтпаш деген әдеби түрлер кездестірмеді. Баладан сұрақ сұрау үшін егер логикамен шешетін сұрақ болмаса, бала алдында бір жерде сұралған ақпаратты кездестіру керек. Bir шындық бар өмірде дәл, әрқашан бала тілі бал. Өтірік пен шындықты ажырата алмай оқулық жазғандар болыпты дал деп тақпақтатып келгенде айтайын дегенім, оқулықтардағы өтірік өлең мәтіндері не үшін оқытылатыны бала емес мамандарға да беймәлім секілді. Олай деуіме себеп оқулықтағы мына ереже. Алматы кітап баспасынан шыққан 4-ші сынып әдебиеттік оқуда өтірік өлеңге әдеби түр ретінде мынадай ғылыми анықтама жазылып берілген. Өтірікке құрылған ертегі көп. Мысалы, тазша бала алдар көсе
өтірік айтудың нағыз шебері. Өтірік өлең құрастыруды өтірік айту деп түсінген мамандар өтірік айтуды 21 ғасырда балаға үйретілетін қабілеттілік, шеберлік, дағды секілді ереже түрінде жазып қойған. Осы орайда Мағжан Жұмабаевтың педагогика ғылыми еңбегінде жазған мына ескертуін оқи кетейік. Әдеби мәтіннің де мәтіні бар. Балаға өтірікші туралы ертек айтсаң, сол ертекте өтірікшінің өтірігінен қор болғанын, зиян көргенін суреттеп алып келсең, міне бала өтірік айтпау керек екенін сонда ұғады. Кейбір ертектер баланы бұзудан басқаға жарамайды. 4-ші сынып әдебиетті оқудың 64-ші бетінде мынадай тапсырма берілген. Қорытындыла өтірік өлеңдегі адамның арманы тақырыбында өз ойыңды жазу. Бір тұжырымды таңдап өз ойыңды айт. Өтірік айтып қиялдай білу қызық, өтірікті құрастыру үлкен шеберлік. Өтірік өлеңді өтірік құрастыруда үлкен шеберлікке жету үшін үйретпейтініміз, негізінде өтірік өлеңді не үшін оқытатынымыз жайлы Мағжан Жұмабаевтың мына айтқандарынан шығарып көрейік. Бала көріністердің, ойлардың араларындағы байламды һәм олардың қайсысына себеп екенін тауып үйренсін. 4-ші сыныптағы әдебиеттік оқу кітабында өтірік өлең жайлы тапсырмалардың жалғасы. Өтірік өлеңдер болашақ туралы арман қиял. Өтірік өлеңдегі адамның арманы тақырыбына қысқаша ойыңды жаз. Оқулықтарда балаға ереже түрінде жазып қойған болашақ туралы арман қиял, өтірік айту шеберлік, өтірік шыншылдық ұғымдары туралы түсініктермен осы түсініктерді балаға ашып түсіндіру мәселесінде алдымен педагог тілшілердің ұғымы мен түсінуінде бір проблема бар секілді. Өтірік өлеңдер айту арқылы үлкен шеберлікке жеттік. Енді бұл өтіріктің зияны бар ма? Көп өтіріктің ішінде қайсы шындыққа жақын деп сұрауды да ұмытпайды әрине. Ал енді жасыңда қылжың болсаң, өскенде мылжың боларсың деп мақал ып-рас деп тағы Мағжан ескерткеніндей, шатастырмайық баламен құрастыр деп қиын өлең шатпақ, үйретейік жөні түзу білімменен тақпақ деп сөзімді қорытындыладым.